Қайырлы күн достар. Бүгінгі бағдарламада мен сіздерді қалалық мәдениет үйімен таныстырамын. Бізбен бірге болыңыздар. Мәдениет үйінде 3 кәсіби және 6 халықтық ұжымдар бар. Эстрадалық үрлемелі аспаптар оркестрі. Көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Сәкен Еркегүлов. Халықтық ұжым Әлия Гүлі қазақ би ансамблі. Көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Шолпан Айнабекова. Ақтөбе вокалды аспаптар ансамблі. Көркемдік жетекшісі Надырғали Ниязов. Музыкалық жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Дина Ниязова. Халықтық ұжым наставник, соғыс және еңбек ардагерлер хоры. Хармейстері Мербол Құспанов. Концертмейстер Ирина Капытов. Халықтық ұжым Атамекен Асылым. Аталар мен аналар ән ансамблі. Көркемдік жетекшісі Қарагөз Сағынов. Халықтық ұжым Сұңқар вокалды ансамблі. Көркемдік жетекшісі Ләззат Медетова. Халықтық ұжым Рюкзак Бард клубы. Жетекшілері Роман және Ольга Акчуриндер. Халықтық ұжым Наурыз тобы. Жетекшісі Төлеген Ермеков. Халықтық ұжым Ермекбаевтар отбасылық классикалық музыка ансамблі. Жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Әлімжан Ермекбаев. Дәстүрлі және классикалық әншілер де бар. Мәдениет үйінің көркемдік жетекшісі республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаты Нұртас Омаров. Қалалық мәдениет үйінің директоры Мұратбек Дәрбаев. Қалалық мәдениет үйі мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 1977 жылы құрылған. Кәсіпорынның негізгі қызметі мемлекеттік тапсырыс бойынша тұрғындардың мәдени демалысын ұйымдастыруда. Мәдениет үйі ашылған күннен бастап өз қызметіне белсене кірісіп, 1980 жылы еліміз бойынша ауқымды мәдени көпшілік шаралар ұйымдастыруда ең алғашқы бастамашылардың бірі болды. Атап айтар болсақ, қаламызда
сай жаңашылдықпен өтуін талап етті. 2019 жылдың сәуір айынан бастап білікті маман, алғашқы наурыз тобының мүшесі Ғайза Жұбанов атындағы филармонияның шығармашылық саласында адал қызмет атқарған Мұратбек Байбосынұлы Дәрибаев тағайындалды. Мұратбек Байбосынұлы қалалық мәдениетін өркендету жолында елеулі қызметтер атқарып келеді. Шығармашылық жұмыстардың стандартқа сай жоспарланып, жаңа лепте жүруіне назар аударды. Көптеген игі бастамаларды енгізуге еңбектенді. Шығармашылық ұжымдардың жүйесіне де жаңаша сипатта жұмыстануына талап ете білді. Бүгінгі бағдарлама сіздерге ұнаса, лайк пен комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.